Ассалаумағалейкум қазақ бауырым. Бүгін мен саған интернет арқылы қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай ақша табуға болатын өте керемет сайт көрсеткім келіп отыр. Бұл сайт арқылы телефонмен де компьютермен де ақша таба беруіңе болады. Егер де саған интернет арқылы ақша табу, криптовалюта деген тақырыптағы видеолар қызық болатын болса, міндетті түрде осы видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сосын егер де саған осы видео ұнайтын болса, видеоны қарап болғаннан кейін міндетті түрде видеоға лайк бас. Сосын егер де сен менің YouTube каналыма әлі де болса жазылмаған болсаң, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен интернет арқылы қалтамыздан ешқандай да ақша шығармай ақша табуға болатын сайтымыз QComment деп аталады. Бұл сайттың ссылкасын мен Telegram каналыма пост қылып шығаратын болам. Сосын сол посттың ссылкасын осы видеоның астына қалдыратын болам. Егер де мына сайт саған керек болатын болса, осы видеоның астындағы ссылка арқылы келуіңе болады бұл сайтқа. Енді бұл сайт арқылы ақша табу үшін ең бірінші бұл сайтқа тіркелесің. Бұл сайтқа тіркелу үшін телефоныңның экранын өзіңе ыңғайластырып, үлкейтіп аласың. Содан кейін мына жерде регистрация деген кнопканың үстінен басасың. Оңға қарай телефонымыздың экранын жылжытамыз. Содан кейін мына жерде стандартная форма регистрация деген сөздің үстінен басамыз. Мына жерге өзіңнің атыңды ағылшын әріптерімен жазуыңа болады, немесе логин ойлап табуыңа болады. Мына жерге міндетті түрде өзіңнің қолданып жүрген электронды почтаң жазасың, себебі мына сайттағы аккаунтыңа подтверждение жасауың керек болады. Мына жерге пароль ойлап табасың. Я не робот деген сөздің қасына галочку қоясың. Содан кейін мына жерде зарегистрироваться деген кнопканың үстінен басасың. Бұл сайтқа тіркеліп болғаннан кейін, мына сайтқа тіркелген кезде қолданған электронды почтаңа SMS келеді. Сол SMS-тің ішінде ссылка болады. Сол ссылка арқылы өтіп, мына сайттағы аккаунтыңа подтверждение жасайсың. Содан кейін ғана мына сайттағы аккаунтыңа кіріп, бұл сайт арқылы ақша тауып бастауыңа болады. Бұл сайттағы аккаунтыңа кіргеннен кейін бұл сайт арқылы ақша тауып бастауыңа болады. Телефоныңның экранын өзіңе ыңғайластырып тағы да үлкейтіп аласың. Бұл сайт арқылы лайк басу арқылы, подписка жасау арқылы, сосын комментарий жазу арқылы ақша табуыңа болады. Мысалы үшін мынандай тапсырма тұр, көріп отырғаныңдай, подписаться на Telegram канал дейді. Яғни мына Telegram каналға жазылғанымыз үшін біздерге 1 рубль 14 копейк төлейді екен. Көріп отырғаныңдай, жай ғана Telegram каналға жазылғанымыз үшін осындай ақша төлейді. Мына жерде мынандай тапсырма орындағанымыз үшін біздерге 50 копейк төлейді. Жалпы бұл жердегі тапсырмалар үшін нормально ақша төлейді. ВК легко дейді. Қарап көреміз қанша ақша төлейді. 50 копейк төлейді екен. Сосын бұл сайттағы ВКонтактемен байланысты тапсырмаларды орындау үшін сенің ВКонтактедегі аккаунттың өмірде бар тірі адамның аккаунты сияқты оформление жасалған аккаунт болу керек. Егер де сенің ВКонтактедегі аккаунтың фейковый аккаунт болатын болса, яғни аватаркасында мышықтың, иттің суреті бар аккаунт болатын болса, ондай аккаунттарың жарамайды. Короче, бұл жерде осындай оп-оңай тапсырмалар орындау арқылы ақша табуыңа болады. Тапсырмалар өте оп-оңай. Көбіне Telegram мен ВКонтактемен байланысты тапсырмалар. Анда-санда YouTubeмен байланысты тапсырмалар шығады. Подписка жасау, лайк басу деген сияқты тапсырмалар көбіне. Енді бұл сайттағы ВКонтактемен байланысты тапсырмаларды орындау үшін ең бірінші бұл сайтқа өзіңнің ВКонтактедегі аккаунтыңды қосасың. Ол үшін жоғары қарай көтерілеміз. Телефонымыздың экранын өзімізге ыңғайластырып үлкейтіп аламыз. Сосын мына жерде логиніміздің үстінен басамыз. Төмен қарай түсеміз. Мына жерде настройки дегеннің үстінен басамыз. Телефонымыздың экранын тағы да үлкейтіп аламыз. Мына жерде социальные сети дегеннің үстінен басамыз. Яғни ВКонтактемен байланысты аккаунтымызды мына сайтқа қосу үшін. Көріп отырғанда мен бұл сайтқа өзімнің ВКонтактедегі фейковый аккаунтымды қосып қойып отырмын, бірақ
бұл сайт арқылы ақша табу үшін менің мына аккаунтым жарамайды. Себебін мына жерге жазып қойған. Бұл сайт арқылы ВКонтактемен байланысты тапсырмалар орындау үшін біздің ВКонтактедегі аккаунтымызда жоқ дегенде 50 досымыз болу керек, біріншіден. Екіншіден, біздің ВКонтактедегі аккаунтымызда 10 суретіміз болу керек. Міндетті түрде өзіміздің суретіміз болу керек. Сосын ВКонтактедегі аккаунтымызда тұратын қаламыз белгіленіп тұру керек. Сосын тұратын мемлекетіміз белгіленіп тұру керек. Сол кезде ғана біз бұл сайт арқылы ВКонтактемен байланысты тапсырмалар орындап ақша табуымызға болады. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі мәселе, бұл сайт арқылы комментарий жазу арқылы ақша табу үшін. Жоғары қарай көтерілеміз. Логиніміздің үстінен басамыз. Все проекты дегеннің үстінен басамыз. Экранымызды үлкейтіп аламыз. Мына жерде внимание дейді. Яғни мына жерде мынандай текст жазылып тұр. Внимание, в данный момент вам доступен заработок на лайках, репостах и подписках дейді. Яғни маған тек қана лайк, подписка жасау арқылы ақша табуға рұқсат беріп қойған. Для доступа к написанию комментариев вам необходимо сдать экзамен дейді. Яғни комментарий жазу арқылы ақша табу үшін мен экзамен тапсыруым керек. Яғни сенде экзамен тапсыруым керек болады. Экзамен тапсыру үшін мына жерде сдать экзамен дегенді басасың. Мына жерде мынандай тест тұр. Егер де білетін болсаң, мына жердегі тесттің жауабын. Осы тестті тапсырып, комментарий жазу арқылы ақша табуыңа болады. Яғни мына жердегі тестті тапсырып болғаннан кейін комментарий жазуға саған мүмкіндік береді. Яғни комментарий жазу арқылы ақша табуыңа болады. Бұл жағы да түсінікті деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды шығару үшін тағы да логиніңнің үстінен басасың. Содан кейін мына жерде финансы дегеннің үстінен басасың. Телефонымыздың экранын үлкейтіп аламыз. Бұл сайт арқылы тапқан ақшамызды минимально 110 рубль болған кезде Яндекс кошелегімізге, Киви кошелегімізге немесе PR кошелегімізге шығарып алуымызға болады. Сосын егер де сенің Яндекс кошелегіңе, сосын Киви кошелегіңе идентификация жасалмаған болса, бұл сайт арқылы шығарған ақшаң сенің Яндекс пен Киви кошелегіңе түспейді. Киви кошелегіңе идентификация жасалғанда да рублевый счетыңа идентификация жасалу керек. Сосын егер де сенде PR кошелек болмаса, PR кошелек туралы білмейтін болсаң, мен PR кошелек туралы видео түсірдім. Егер де ол видеоны көрмеген болсаң, ол видеоның ссылкасын осы видеоның астына қалдыратын болам. Міндетті түрде PR кошелек туралы түсірген видеомды қарап шық. Енді бұл сайт арқылы сәлде болса көбірек ақша тапқың келетін болса, бұл сайтқа өзіңнің достарың шақыруыңа болады, яғни рефералдар шақыруыңа болады. Ол үшін мына жерде тағы да логиннің үстінен басасың. Сосын мына жерде партнерская программа дегеннің үстінен басасың. Экраныңды үлкейтіп аласың, яғни телефоныңның экранын тағы да сәл-пәл үлкейтіп аласың, өзіңе ыңғайластырып. Содан кейін мына жердегі кез келген реферальный ссылкаңды копировать етіп аласың да достарыңа таратасың. Бұл сайт реферальный программа бойынша 10% төлейді, яғни сенің бұл сайтқа шақырған рефералдарың ақша табатын болса, соған байланысты 10% ақша төлейді. Сонымен бұл сайт туралы түсінікті шығар деп ойлаймын. Видеоның başlangıçta айтқанымда, бұл сайттың ссылкасын мен осы видеоның астына қалдыратын болам. Егер де бұл сайт саған керек болатын болса, осы видеоның астындағы ссылка арқылы келуіңе болады бұл сайтқа. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.